Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді баклажаннан тез, оңай дайындалатын, өте дәмді салатын рецептісімен бөлісетін боламын. Толықтай видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде мен бір тарелкаға жететіндей етіп жасайтын боламын. Осылай екі баклажанды алып, қабығын толықтай аршимыз. Одан кейін баклажандарды алып, дәл видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп тураймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Одан кейін 120 грамм крахмалға 100 грамм суымызды құйып, араластырып баклажандарымызды саламыз. Бізде негізінде кішкене қоюлау масса болу керек. Егер тым қатты сұйық болып кетсе, тағы да кукурузный крахмал қосып жібересіздер. Осы баклажандарымызды қызып тұрған табаға майымызды құйып, қызған майымыздың үстіне баклажандарымызды салып, шетінен қуырып аламыз. Бізде баклажандар дайын. Негізінде осылай ыстық күйінде жесеңіздер өте дәмді болады. Одан кейін жартылай қызыл бұрыш саламыз. Мен бұл жерде полугоркий перец, қызылын және де жасылын қолдандым. Барлығын жіңішке етіп турап аламыз. Одан кейін кинза қосамыз. Укроп болса, укроп қосып жіберсеңіздер болады. Бір бас чеснокты алып, ұсақтап тураймыз. Өте майда қылдырып турап аламыз. Салатымызға қосамыз. Одан кейін қара бұрыш қосамыз кішкене. Шым-шым тұз саламыз. Паприка қосамыз. Паприканың тәтті түрін қолданасыздар. Паприканы саламыз. Одан кейін кисло-сладкий соус құямыз. 2,5-3 қасықтай соусымыз салып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Мен осында кисло-сладкий соусын қолдандым. Кез келген кисло-сладкий соусты алып қоссаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Әрі оңай, тез дайындалатын болады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.